Сәлем баршаңызға. Бүгінгі кешкілік макияждың атауы эстет макияж. Бұл макияждың ерекшелігі тым жақын орналасқан көздерді кішкене алшақтатып, көзді үлкен қылып ашып, айқындай түседі. Ал енді бастайық. Ең бірінші базамызды жағамыз. Бүгінгі моделіміздің бет терісі құрғақ болғандықтан базамызбен ылғандырып аламыз. Енді бетімізге тоналды кремді жаға бастаймыз. Ылғалды спонжымызбен қатты баспай, жеңіл қимылдармен жаға бастаймыз. Енді келесі консилерімізді көз астына жағамыз. Алдыңғы түсірілімде де айтып өткен, консилерді көз астындағы ісіктерді жойып, бет реңін айқындай түседі. Бүгінгі моделіміздің қастары қазіргі таңда сәнде болып келеді. Осындай қастарды қатты қою бояумен боямаймыз, тек қана қасқа арналған тушпен немесе гельдермен көтеріп тарап қоямыз. Қасқа арналған тушымыз өз қасымыздан жарты реңге ашықтау болу керек. Келесі кезеңіміз бетімізге опамызды ақырындап, бетімізді тегістеу үшін және жылтырап тұрған жерлерін құрғату үшін жағамыз. Кистке жәнегіде қатты баспаймыз кисті. Ендігі кезеңіміз бет жақ сүйектерін айқындай түсу. Ол үшін жәнегі корректорлермен маңдайымызды немесе жақ сүйектерімізді кішірейтіп формасын беру үшін жасалынады. Мұрнымыздың екі жақ қырын қырлап шығамызда және арасы 5 мм-ден аспау керек. Енді бетімізге хайлайтер жағамыз. Хайлайтер бетімізді жылтырата түседі және жарық түскен кезде бетімізді әдемі қылады. Келесі бетіміздің өңін жақсартып, рең беру үшін румяна жағамыз. Бетімізді бояп біттік, енді көздік бояуға көшеміз. Ең алдымен көзімізге кремді сүрмемізді саусағымызбен ақырындап жағып шығамыз. Бұл көзіміздегі сүрмені ұзақ уақыт ұстап, қабағымызда жиналып қалмау үшін керек. Келесі сүрмемізді жаға бастаймыз. Ол үшін ең басты ашық түсті сүрмемізді қас пен көз арасындағы сүйекті бояймыз. Келесі кезеңіміз бұдан қою түсті аламызды көздің шетінен көздің қарашығына дейін бояп шығамыз. Енді ашық түспен астыңғы қабақты бояймыз. Астыңғы қабаққа қою түсті жаға бастаймыз. Көз шетінен көз қарашығына дейін. Келесі кезеңіміз көздің алдыңғы тұсынан көздің қарашығына дейін ашық түсті жылтырды жағамыз. Келесі кезеңіміз кірпігімізге туш жағамыз. Келесі кезеңіміз ернімізге далапты жағамыз. Бүгінгі күнде сәнді болып келеді, ашық түсті далаптар. Енді ернімізге жылтыр далап жағамыз. Осымен макияжымыз аяқталды. Керемет кештің ең сұлу ханшайымы болыңыз.